Сәлем достар, интегралдау тәсілдерін жалғастырамыз. Бүгінгі біздің мақсатымыз берілген анықталмаған интегралды бөліктеп интегралдау әдісін қолданып шығару. Каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Мынандай тапсырмадан бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Интеграл x синус x dx. Бұл өткен сабақта біз айнымалы енгізу арқылы интегралдау тәсілін қарастырған болатынбыз. Ал бұл бізде бөліктеп интегралдауға келеді. Ал бөліктеп интегралдау үшін мынандай формуланы білуіміз керек. Интеграл u dv тең u-ды көбейтеміз v-ға, азайту интеграл v du. Бөліктеп интегралдаудың формуласы мінекей осы. Оқушылар, бұл жерде ең маңыздысы қайсысын o, қайсысын v деп аламыз, сол маңызды. Алдымен ширманы ашып аламыз. Мынау бірінші тұрған өрнегіміз u, ал қалғандары, яғни мынау dv болсын. Мынау u синус x dx-іміз v-ға тең болады. Бірінші u-дан бастаймыз. x-ті біз u деп алдық. Ал енді формулада қараңыздар. Формулада мына жерде u бар. Мына жерде du деген дифференциалды көріп тұрмын. du-ды қайдан аламыз? du-ды мына теңдікті екі жағын дифференциалдау арқылы біз du-ды алуымызға болады. Дифференциалдайық екі жағын. Сонда dx тең du болады. Ары қарай синус x dx-ті біз dv деп аламыз дедік, Мына жерде берілгенде dv тұр ғой, dv. Одан кейін бар бізде теңдікті мына жағында v деген өрнек бар. Яғни осы тепе теңдіктен біз тек мына v-ны қалай шығарып алсақ болады? V-ның өзі ғана керек болып тұр. Ол үшін теңдіктің екі жағын интегралдаймыз. Интегралдаған кезде синустың интегралы, яғни алғашқы функциясы минус косинус x болады, синустікі, тең интеграл арасында ештеңе жоқ, dv. Егер мына дифференциалдың алдында интегралдан кейін ештеңе болмаса, онда жай ғана v-ның өзі ғана болады. Демек біз v-ны минус косинус x-қа тең екендігін шығарып алдық. Енді жоғарыдағы формулаға апарып қоямыз. u көбейту v. Яғни x-ті көбейтеміз v-ға. v дегеніміз минус косинус x. Ары қарай азайту интеграл v du. v дегеніміз бұл минус косинус x. Жақшаға алып жазамыз. Ал du деген бұл мына жерде таптық бағана dx-ке тең. dx. Бірінші минус алдына шығарамыз. Минус x көбейту косинус x. Қараңыздар, косинустың алдында минус, интегралдың алдында шығарып жіберуге болады. Сонда мына 2 минус бізге плюсті береді. Интеграл косинус dx. Косинустың интегралы синус x-ке тең болады. Содан кейін интегралдағаннан кейін міндетті түрде константаны біз қосуымыз керек. Тұрақты константамызды. Мінекей оқушылар, осы бізде мынау жауап болады. Яғни бөліктеп интегралдау дегеніміз міне осы процесс. Ең маңызды жері басында қайсысын u, қайсысын dv деп аламыз. Содан дұрыстап екіге бөліп алатын болсақ, ары қарай формулаға қоямыз. Оңай, жеңіл шығады. Келесі, интегралдау мынау x көбейту e дәрежесінде x. Мынау x-імізді біз u деп аламыз, қалғанын dv деп аламыз. Ширмамызды ашайық. Біз x-ті u деп алдық. Екі жағын сразу дифференциалдайық. dx тең du. Ал қалғаны, яғни e дәрежесінде x dx-ті dv деп алдық. Осы жерден біз v-ны алу үшін екі жағын интегралдаймыз.
Сонда е дәрежесінде x-тің туындысы да алғашқы функциясы да барлығы ex болады. ex-тен шексіз туындалсаңыз ол ex болып тұрады. Немесе шексіз дифференциалдасаңыз, яғни интегралдасаңыз, е дәрежесінде x күйінше қалады. Ал мынау интеграл dv v-ға тең болады. Ширмамызды жабамыз және формулаға апарып қоямыз. U көбейту v формуламыз. U көбейту v азайту интеграл v du. Так, U көбейту v дегеніміз x-ті көбейтеміз e дәрежесінде x-ға. Азайту интеграл v du. v бұл e дәрежесінде x, ал du dx-ға тең. Тең. x e дәрежесінде x азайту e дәрежесінде x-тің интегралы e дәрежесінде x болады. Қосамыз с. Так, міне жауабы осы. Соңғы тапсырмамыз. Интеграл x көбейту натурал логарифм беріліпті. Натурал логарифм. Так, біз обычно қалай мынаны u, ал мынаны dv деп алушы еді, Енді қазір бұл жолмен шығарсақ, проблемалар туындауы мүмкін. Орындарын ауыстырып жазамыз, яғни бірінші ln x-ті көбейту x dx. Яғни менің мақсатым ln x-ті u деп алам, қалғаны яғни x dx-ті dv деп алам. Так, сонда ширмамызды ассақ. U тең ln x, бұл жерден du-ды табатын болсақ, яғни екі жағын дифференциалдасақ, натурал логарифм x-тің дифференциалы, яғни туындысы 1 бөлу x-ке тең болады, dx-ті тастамаймыз. Қалған dv. dv деген бұл x dx. Маған v-ның өзі ғана керек, сондықтан екі жағын интегралдаймыз. Осы жерден v-ны табатын болсақ, мына x-тің интегралы, яғни алғашқы функциясы, бұл x квадрат бөлу 2-ге тең болады. Так, ширмамызды жабамыз, жалғастырамыз. U көбейту v, яғни u-ны v мына екеуін бір-біріне көбейтем, x квадрат бөлімінде 2-ні көбейтеміз натурал логарифм x-ға. Азайту интеграл v du. v дегеніміз бұл x квадрат бөлу 2. du деген x-тан 1, яғни 1 бөлу x. dx. Орындар қойдық, ықшамдайық. Мына жерде x квадрат пен мына x-ті қысқартып жіберуге болады. Сонда x квадрат ln x бөлімінде 2 азайту, так, бөлімінде мына 2 тұр ғой, 2-ден 1. Соны интегралдың алдына жазуға болады. 2-ден 1 интеграл x dx. Арғарай. Бірінші бөлшегіміз солай тұра берсін. Бөлімінде 2 азайту. X-тің алғашқы функциясы x квадрат бөлу 2. X квадрат бөлу 2, ол алында мына 2-ден 1-ге көбейтіп жіберсек, сонда x квадрат бөлу 4 болады. Плюс саны ұмытпаймыз. Так, құрметті достар, құрметті оқушылар, мына тапсырма өздеріңіз шығарып көріңіздер, бөліктеп интегралдау арқылы. Келесі сабақтарда жолыққанша сау, саламат болыңыздар.